Әкем көзі тірі кезінде ауылда қара шаңырақта бір төбе болып әкемнің отырғанын сезіп жүретінбіз. Қазір ойласаң, сол шаңырақта әкемнің жоқ екенін ойлаймын да, кішкене көңілім құлазиды. Әкең барда еркелейсің, әлі де өзіңнің бала екеніңді, әкеңнің алдында қалай болғанда да әкенің перзентісің ғой, соның бір сәби ретінде өзіңді бала сезініп жүреді екенсің. Ал әке кеткеннен кейін өмірде әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сондай қиналған кезіңде, бір қуанышты сәттер болған кезде, дәл осы кезде әкем не істер еді? Әкем қандай ақыл қосар еді? Әкем қалай деп айтар еді? Осы жағын көп ойлай береді екенсің. Өзің әке болып бала тәрбиелеп отырғаннан кейін, сол мысалдың бәрін, үлгінің бәрін әкеңнен алып, әкеңнен тарта бастайды екенсің. Әкем осылай ететін еді ғой. Әкем осылай деп айтатын еді ғой деп. Бүкіл қажыр қайратын, мүмкін өмірде ертеде сол бала күнінде отбасы тұрмыс тауқыметі болмаса отбасындағы. Мүмкін әкемнің өмірдегі жол басқаша болар ма еді? Біз басқа әкенің баласы болар ма едік? Әлде қандай болар еді? Бірақ соған қарамастан қара жұмыс жасап жүріп, көрінген балаларының бәрін аяққа қойды. Бәрімізге білім берді. Бәрімізді үйлендірді. Шаңырақ көтеруімізге қолғабыс жасады бәрімізді. Міне соның бәрін күн түн демей еңбек етіп, маңдай терін төгіп жүріп,